Сәлем достар, бүгін сіздермен шап өзегі каналис ингуаналистің анатомиясын талдайтын боламыз. Жалпы бұл канал 4-5 сантиметрлік канал болып келеді. Бұл каналдан ер адамдарда тұқымдық шылбыр өтеді, фуникулус сперматикус, ал әйел адамдарда жатырдың жұмыр байламы лигаментум терес утери өтеді. Шап өзегінің 4 қабырғасын ажыратамыз. Ең алдымен алдыңғы қабырғасын бізде іштің қиғаш сыртқы бұлшық етінің апоневрозы түзеді, алдыңғы қабырғасын. Ал артқы қабырғасын көлденең фасция, іштің көлденең фасциясы фасция трансверсалис түзеді. Жоғарғы қабырғасын, шап өзегінің жоғарғы қабырғасын, іштің ішкі қиғаш бұлшық еті мускулус обликус интернус абдоминис және іштің көлденең бұлшық еті мускулус трансверсус абдоминис түзеді. Ал төменгі қабырғасын бізде лигаментум ингуанали шап байламы түзеді. Сонымен қатар каналис ингуаналистің екі сақинасы болады, беткей сақинасы және тереңде орналасқан бізге көрінбейтін іш қуысында жататын сақинасы. Беткей сақинасын анулус ингуаналис суперфициалис деп атаймыз, ал терең сақинасын анулус ингуаналис профундус деп атаймыз. Беткей сақинасының бізде екі аяқшасы болады. Ол латеральды аяқшасы крус латерали және медиальды аяқшасы крус медиали. Және осы аяқшалардың арасында аяқша аралық дәнекер тінді талшықтар болады. Фибра интеркруралис болады. Және ол жерде бізде иіліп доға тәрізді орналасатын мына байлам болады. Ол байлам доға тәрізді иілген байлам, лигаментум рефлексум деп аталатын байламы болады.